Баршаңызға сәлем. Бүгін кабачкадан осындай әдемі рулеттерді пісіруді үйренеміз. Ол үшін керек заттардың барлығын қанша мөлшерде екенін описанияға жаза кетемін. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші біздің кабачкамызды осылай жұқа етіп, осылайынан бөліп кесіп аламыз. Жұқа болған кезде бізде әдемі болып оралады, сондықтан қалың болып қалмасын, осылай жұқа етіп кесіп алыңыздар. Екінші кезекте бізде осы кабачкамыздың ішіне салатын, яғни начинкамыз деп айтайық, соған бізде помидор, болгарский перец болады, сондықтан оларды керегінше турап дайындап қоямыз. Яғни біздің начинкамыздың ішіне удобно болу үшін сондай формада ыңғайластырып кесіп аламыз. Болгарский перецімізді тоже солай кесіп аламыз. Қасына тағы да огурцы қоссаңыздар да болады. Менде осы екеуі болғандықтан екеуін қостым. Келесі бізде ішіне начинкасының ішіне қосатын, ол бізде салатный листья. Ал оның ішіне жағатын бізде майонезбен, яғни соусымызға чеснок қосамыз. Сонда әдемі соус болады. Мінекей соусымыз дайын болды. Жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызбен сухариді дайындап аламыз. Қалаған сухари қоссаңыздар болады. Корейский сухариді қоссаңыздар да болады. Өте әдемі болып шығады. Менде өз үйде бар осы сухари, панировочный сухари осы болғандықтан мен осыны қостым. Егер сіздердің үйлеріңізде қандай түрі бар, сонымен жасай берсеңіздер болады. Келесі бізде жұмыртқаны жарып, екі жұмыртқа жарып, кішкене тұз қосып араластырып жібереміз. Табамызды қойып, 150 немесе 100 миллиграмдай сұйық майымызды салып қыздырып қоямыз. Оған қызып жатқан кезде осылай кабачкаларымызды жұмыртқаға аунатып, содан кейін панировочный сухариге аунатып, қызып тұрған табамызға салатын боламыз. Қызып тұрған табамызға салдық кабачкаларымызды. Енді екі жағын қызартып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Кабачкаларымыз қытырлап тұруына көмегін беретін ол бізде панировочный сухари. Сондықтан панировочный сухариді жақсысын таңдаңыздар. Кабачкаларымыз қуырылып болды. Өте жұмсақ, іші деген жұмсақ, сырты қытырлап тұрып әдемі болады. Мінекей барлығын қуырып алдық уже. Енді ішіне дайындаған соусымызды жақсылап жағып аламыз бірінші. Содан соң салатный листьямызды қойып, оның үстіне керекті начинкаларымызды салып, кабачка рулетін жақсылап орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін осындай таяқшамызды қыстырып, рулетімізді бекітіп қоямыз, ашылып кетпеу үшін. Барлығын осылайдан етіп, біркелкі етіп жасап шығамыз.
Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Осындай тамаша рецепті жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді, сочный болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Жасап көріңіздер.